Баршаңызға қайырлы күн. Осындай өте әдемі түсте компот дайындағыңыз келсе, менің әдісімді пайдаланып көрсеңіз болады. Өте қарапайым жолмен жасалынады, артық ештеңе қоспайсыз. Кез келген жеміс жидектерін алсаңыз болады. Мен слива мен персикті жуып, тазалап алдым. Және банкымды, крышкамды стерилизовать етіп, суымды қайнатып қойдым. Стерилденген банкіге жидектерімізді салып, қайнап тұрған суымызды құйып шығамыз. Барлығына су құйып болғаннан кейін ол суымызды төкпейміз, қайтадан кастрөлге салып, қайтадан тағы бір рет қайнатып аламыз. Сол кезде әдемі түс береді. Суымыз қайнағанша кішкентай пиаламен толтырмай қантымызды салып, дайындап қоямыз. Және де бетін крышкамен жауып қоямыз. Міне біздің суымыз тағы екінші рет қайнады. Енді осы суымызды қайтадан банкімізге салып, жаба береміз. Яғни өте әдемі түс берді, өзінің түсінде қайнап шықты. Ер азаматтарыңызға осылай банкілеріңізді жаптырып алыңыздар. Міне қандай әдемі түс болды. Енді осы банкімізді тексеру үшін ақ қағазға осылай бір-екі рет аунатып көреміз. Міне жақсы жабылған. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.